Бүгін 2020 жылдың 26 июлі Жалал-Абад облысындағы Алабұқа районындағы Шақ-Жали Шақ-Фазил бабамыздың тарихи мемориалдық ғимаратына келіп, бүгін зияратқа келдім. Бұл жерден Шақ-Фазилдің күмбезінің маңдайында Шақ-Фазилдің урматына құрылған тарихи мемориалдық ғимарат. Біз жаңылы бардығыз Құран оқытып шықтық. Мен болсам бұл жаққа келе албаған жайлата қауым мүшені башқа адамдарға көрсетіп қояйын деген ниетте видео тартып атам. Азыр мына бұл жақта реставрация болуп атат. Тегерегин оңдоо иштери жүргүзүлүп атат. Мына усталар тегерегин оңдоп атат. Азыр бұл жақта шейит кеткен 2072 сахабалардын башын жууган Сафет булан кыздын мынакей коюлган жайына келе жатабыз. Мынакей бұл жақта реставрация болуп атат. Шуну дагы тартып коеюн. Бұл жақта инструменттер ремонтун. Сафет буландын күмбөзү 272 башты жууган кыздын эрдиги, анын мээнети эске алынып, анын денеси Шақ-Фазилдин күмбөзү Калахандын жанына коюлган деген жазып турат. Мына бул жака ичи ушундай. Биз жаңы кирип Куран окуп чыктык. Ичи таза, шыдактар салынган, килемдер салынган, төшөлгөн. Анан ушуну дагы азыр жаңыланып, ичине реставрация болуп аткан экен. Бул жакта Шақ-Фазилдин күмбөзү.